Саламатсыздар ма, көрермендер, қалайсыздар? Бүгін сіздерге керемет әрі тез уақытта дайын болатын өте дәмді чак-чактың жасалу барысымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп тіркеліп кетсеңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал ендеше чак-чакты бастаймыз. Бұл чак-чакты жасау үшін бізге қажет болады 3 жұмыртқа қажет болады, яблочный уксус, ұн және де аздаған сода қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Міндетті түрде араластырып аламыз. Бір столовая ложка уксус құямыз. Және де жарты шай қасықтай, жартының жартысы почти сода қосылады. Жақсылап араластырамыз. Енді қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Онда аз-аздан қосып отырып қамыр илейміз. Мінекей біздің уже қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын біркелкі қамыр шоу керек. Енді бұл қамырымызды пищевой пакетке орап 20 минутқа тындыруға қоямыз. Қыздар, алдын ала чак-чактың сиропын дайындап қоямыз. Оған бізге қажет болады бал қажет болады. Және де шекер қажет болады. Бал мен шекерді жақсылап газға қойып, екеуін біріктіріп, ерігенше араластырамыз. Газдың астын қосып қойдым. Баяу отта жай ерітемін. Медім еріп атқан аралықта күнжутты осылай салып, ыдысқа салып, бұны да аздап қуырып аламын. Күнжут қосу міндетті емес, бірақ күнжут қосылған чак-чак өте дәмді, ерекше дәм беріп тұрады. Сондықтан баяу отта бұны да жай қызарғанша қуырып аламын. Меттің астын міндетті түрде осылай араластырып тұрамыз. Өйткені жан жағындағысы күйіп қышқыл дәм беру мүмкін. Осылай екеуін араластырамыз жақсылап ерігенше. Мінекей біздің сиропымыз уже қайнады. Енді оттың астын өшіреміз. Жақсылап суып қоюланады. Және де күнжутымыз да дайын болды. Осындай болып біркелкі қызыл болып қуырылу қажет. Қатты күйіп кетсе де біртүрлі дәм береді. Барынша мұқият болып қуырып алсаңыздар болады осылай. Қамырымыз әбден июін қандырды. Енді осыны жұқа етіп жайып шығамыз. Ұнның көмегімен жаямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Жұқалығы да өте қатты жұқа да емес, қалың да емес, біркелкі болып жайылып шықты. Енді бетіне аздап ұн себеміз. Барлық бөлігіне жеткізіп жағып шығамыз ұнды. Өйткені бізде қазір кескен кезімізде ешқандай қиындық тудырмау керек. Және де ортасынан тура осылай кесіп шығамыз.
мінекей. Өзіме ыңғайландырып алдым. Енді осылай кесіп шығамын. Қатты қалыңда емес, жұқада не үлкен де емес, кіші де емес қылып осылай барлығын кесіп шығамыз. Мінекей, ұн сепкеннен кейін арасы ешқандай жабыспай осылай шығады. Екінші қамырымызды да осылай кесіп аламыз. Мінекей. Енді қызып тұрған майда қуырып алатын боламын. Қыздар, чак-чагымды мен қуырып алдым. Қуырып жатқанымды түсірмедім. Өйткені даладағы газыма пісірдім. Қазір бізде күн жылып қалды. Сондықтан үйге бұндай майлы нелерді пісіріп жүрген жоқпын. Жалпы қуыруды көп адам біледі ғой. Осындай ақшыл сары қуырып алсаңыздар, сол жеткілікті болады. Және де осындай 4 бұрышты форма дайындап алдым мен. Біздің чак-чагымыз бір келкі әдемі болып шығу үшін. Астына міндетті түрде осындай пищевой пленка төсетім. Ал енді чак-чактың үстіне жаңағы дайындалған алдын ала жасап қойған сиропымызды құямыз. Осылай сиропымды құйып алдым. Енді күнжітті да 2 бөліп саламыз. Күнжіт бір ненің үстіне түсіп қалса, сироптың үстіне, медтің үстіне түсіп қалса, барлығы бір жерде бірігіп қалады. Сондықтан осылай 2 бөліп, барынша барлық бөлігіне жететіндей етіп салған дұрыс. Енді астына үстіне қарай сиропымызды жақсылап араластырып шығамыз. Қолмен араластырсаңыздар да болады. Жалпы біздің неміз дайын болды. Чак-чагымыз мінекей осындай болып тұрады. Қазір бұны біз ыдысқа салып, бетін пищевоймен жауып аламыз. Және де сіздерге бір не көрсетіп кетейін. Осындай бір чак-чакты аламыз, жақсылап қолымызбен біріктіреміз осылай. Осылай етіп формаларға қойсаңыздар да болады. Мысалы, қонақ күтетін кезде үлкен қылмай, осылай жасап қойсаңыздар да болады. Осылай алып, қолымызбен қысып бір-біріне біріктіреміз. Домалақ шар жасаймыз ғой. Бұл біраз уақыт қазір салқындаған соң бір-біріне қатты бірігіп, ажырамай тұрады. Осылай барлығын біріктіріп шығамыз. Ал қалған чак-чакты осындай 4 бұрышты формаға салып отырмын. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Керемет. Осындай әрі дәмді чак-чакты үйлеріңізде жасап қуантсаңыздар болады. Дәмі де барлығы ерекше болып шығады бұл. Қазір бетін пищевой пакетпен жауып, мынаны тегістеп шығамыз. А то бұл шашылып кетеді, олай істемесек. Одан кейін міндетті түрде салқын жерге қойып қоямыз. 1 сағаттай қойсақ жеткілікті болады бізге. Бисмилля. Сол кезде чак-чакқа мына сиропы да сіңеді, әрі бір-бірінен ажырамай жақсы болып тураған кезде.
Мінекей осылай басып шығасыздар. Сонда біздің чакчагымыз шайге тураймыз ғой, 4-3-леп. Тураған кезде ешқандай шашырамай бір-біріне бірігіп тұрады. Мінекей. Дайын. Енді міндетті түрде 1 сағат салқын жерге қойып қоятын боламын. Мінекей қыздар, біздің чакчагымыз дайын болды. Өте керемет болып шыққан. Ешқандай да тураған кезде шашылып кетпейді. Өз формасын жақсы ұстайды. Кез келген дастарханның сәні болатын. Чакчагты менің рецептіммен жасап көріңіздер. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Бізге ас болсын.